Азаматтардың, әсіресе балалардың қауіпсіздігі мемлекеттің басты басымдығы. Мен төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерімін. Бүгін біз өте өзекті тақырып, балалардың терезеден құлауының алдын алу мәселесін талқылаймыз. 2 мен 5 жас аралығындағы балалар ең көп қауіпке ие. Олардың табиғи қызығушылығы мен биіктіктен қорықпауы көбіне қайғылы жағдайларға әкеп соғады. Мұндай оқиғалардың басым бөлігі ересектердің балаларды қараусыз қалдыруынан болады. 3 негізгі ережені білу маңызды. Біріншіден, москит торы қорғаныс емес. Тор тек жәндіктерден қорғауға арналған. Ол баланың салмағын көтере алмайды. Екіншіден, терезе алдындағы жиһаз, бұл саты. Балалар жиһаз арқылы терезе алдына оңай шығып кетеді. Үшіншіден, 1 секундтық немқұрайлылық. Баланың терезеден сыртқа шығып кету үшін 1 сәтте жеткілікті. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін келесі қорғаныс және инженерлік техникалық шараларды іске асыру қажет. Балаларға арналған бұғаттағыш құлыптар. Олар бөлмені желдетуге мүмкіндік береді, бірақ терезенің толық ашылуына жол бермейді. Алынбалы тұтқалар. Егер терезені ашуды жоспарламасаңыз, тұтқаларды алып тастаңыз. Арнайы торлар. Терезе ойығын қорғайтын күшейтілген конструкцияларды орнату. Баланы ашық терезесі бар бөлмеде ешқашан жалғыз қалдырмаңыз. Балаға терезенің қалай ашылатынын көрсетпеңіз, балалар еліктегіш келеді. Егер сіз көрші үйде терезе алдында тұрған баланы көрсеңіз, дереу құтқару қызметіне хабарласыңыз.